Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау шағын суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. 5 айлық сәби еңбектеуге дайындалады, кіндігімен айналып жылжи бастайды. Үлкендердің астына қызыға қарап, қолына түскенді аузына лезде салатын болады. Сіздердің назарларыңызға 5 айлық баланың қабілеті мен қимыл қозғалысы, бойы, салмақ өлшемдерін ұсынамын. Қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Көп жағдайда тісі де дәл осы уақытта шығады. Сондай-ақ айналасындағы жақын адамдарды тани түседі. Олардың әртүрлі сөйлеу әдебін де байқайды. Ішімен жатып жылжып, аяғын да қозғалтады. 5 айлық бөпе ересектің көмегімен отыра алады және аяғын басып тұра алады. Егер қолына ойыншық беретін болсаңыздар, оны уысынан шығармастан біраз уақыт ұстайды. 5 айлық сәбидің тамақтануы. Тамақтану, емізу. Ұйықтар алдында оянғанда емізесіз. Осылай күнделікті жалғасады. Нәрестені емізу барысында ол әр нәрсеге қызығушылық танытып, естіген хабардың бәріне алаңдайды. Алаңсыз емсін деп тыныш жер іздеудің мүлде қажеті жоқ. Бұл заңдылық. Егер балапаныңыз сіздің тамағыңызға жармасып беруді өтінсе, онда кішкене мөлшерден пайдалы өнімді беріп үйреткеніңіз абзал. 5 айлық нәрестенің күтімі. Сәбиіңіз кіші дәретке 30-40 минут аралығында баратын болады. Осы мәселе бойынша алаңдап жүрген болсаңыз, мүлде қобалжудың қажеті жоқ. 5 айлық баланың бойы орта есеппен 60-70 см аралығында болады. Салмағы 5,5 және 8,5 кг арасында болады. Басы дөңгелек 41-45 см аралығында болады. Бұлшықеттер жетілуі де арта түседі. Ет бетінен жатқан бала басын иығымен қоса ұзақ көтеріп тұра алады және де алақанын тіреп кеудесін барынша көтереді. Басын көтеріп жан-жағына қарайды. Шалқасынан жатқан бала қол аяғын және басын көтеріп отырғысы келетін қимыл жасайды. Осы уақытында шалқасынан жатқан бала ет бетінен немесе керісінше аунап алатын болады. Ет бетінен жатқан баланың алдына бір зат қойсаңыз, соған ұмтылады, аяқтарын тырбаңдатып, еңбектеп кететіндей әрекет жасайды. Бала қолына алған затты 30 секунд бойы ұстап тұра алады. Баланың кроватына жан-жағына ойыншықтар қойса, сол ойыншықтарды алып, біраз ойнайды да лақтырып тастап келесі ойыншыққа көшетін болады. Енді бұрынғыдай кез келген ойыншықты ұстай бермейді, таңдайтын болады. Кез келген ойыншықты қолын, аяғын аузына тығып, саусақтарды сора береді. Оны қайтарып отыру керек, себебі соған үйреніп кетсе, жағы, тістері қисық өсе бастайды. Микроб кетеді және қолдары қисық болып өсе бастайды. Егер қайта-қайта сала берсе, қолын мақтадан жасалған қолғап кигізіп қою керек. Баланы емізуді енді уақытқа қойған дұрыс. Арасын 4 сағат жиілікпен күніне 4-5 рет емізеді. Және де есте сақтайтын жағдай, түнгі ұйқысы мен күндізгі ұйқысын ауыстырып алмауы керек. Яғни баланы түнгі сағат 11-ден таңғы сағат 6-да емізген дұрыс. Міне баламыз ержетті деген сөз. Оның асқазаны ана сүтінен басқа тамақтарды қабылдауға дайын. Ерні мен пюрелерді қармай жей бастайды. Көкөніс пюрелерін аз-аздан бастап бере беруге болады. 5 айлығында балада тістер жарып шыға бастайды. Тісі қатты қышиды. Кез келген затты аузына салып, қышырланып тістейді. Ойыншықтары жұмсақ болуы тиіс. Бөлініп қалатын немесе өткір бұрыштары бар ойыншықтары болмау керек. Аптекада арнайы резеңкеден жасалған тістеуге арналған ойыншықты жиі тазалап беріп отырған жөн, немесе арнайы қышуды басатын гельдер болады. Гельдің пайдасы бала тісінің қышуын басып қана қоймай, тісі жарып шығуына көмектеседі. Алайда дәріге сүйеніп кетіп жиі пайдалануға болмайды. Тісі шығуында дене қызуы жоғарылауы 38 градусқа дейін. Үлкен дәреттің 4-5 рет жасыл, сұйық болуы мүмкін. Үлкен дәретке 2 немесе 5 ретке дейін шығады. Дені сау бала, ана сүтіне тойып отырған бала күніне 6 немесе 10 рет зәр шығарады. Ұйқысы азая береді. Түнде 8-10 сағат ұйықтайды. 2 рет тамақтануға оянады, ал күндіз 2-3 рет ұйықтайды. Екеуі ұзақ 1 сағаттан, біреуі қысқа 20 минуттай. Қалған уақыттың барлығында дүние тануға арнайды, ойнайды. 5 айында көзіне түскен заттарға ұзақ қарайтын болады. Ол қозғалмай тұрса да 70-80 см қашықтықтағы заттарды ажыратады. Ата-анасын басқалардан ажыратады. Басқалар келсе қорқып, сақтанып қарайды, жатырқап жылайды. Ата-анасын көргенде көңіл күйі көтеріліп сала береді, сенімділік пайда болады. Айына 1 рет келетін басқа жақта тұратын ата-әжелерге араға 1 ай салып келсе ұмытып қалады. Көзіне түскен заттарға ұзақ қарап зерттейді. Осы уақытында өзінің қолын және аяғын ұзақ зерттейтін болады, ойнайды. Дауыс шықса 4-5 секунд қатып қалып тыңдайды, не екенін ажыратады. Сосын барып дауыс шыққан затты басын бұрып іздейді.
Өзімен сөйлескенді, өзіне сөйлегенді біледі. Ата-анасының дауысын бірден ажыратады, интонацияға мән береді. Егер күлсе, еркелетіп атын айтса, қол-аяғын ербеңдетіп мәз болады, күліп сөйлескісі келеді. Ал егер қатты ұрсып сөйлесе, ренжіп жылайды. Бала ана құрсағында жатқанда темірдің қорын көп қылып жинап алады. Сол жиналған қор 4 айдан соң таусыла бастайды. Бала анемияға шалдығуы кездеседі, ал ана сүтімен келіп жатқан темір және ана сүті күн санап өсіп келе жатқан балаға жеткіліксіз болады. Сол себепті балаға темірге бай тамақтар мен витаминдер бай көкөністер пюресін бере бастау керек. 5 айлық баланы тамақтандыру көкөніс пюресінен бастау керек. Пюренің құрамында сәбіз, капуста, жасыл горох, шпинат, картоп болғаны дұрыс. Алдымен осы көкөністерді тазартып аламыз, сосын қайнатамыз. Алдымен ұзақ пісіретіндерді саламыз, сосын тез пісетіндерді. Піскен соң үккіштен өткізіп майдалаймыз. Есте сақтайтын жағдай, беріп жатқан көкөніс пюресі бөгде зат болмағандығы себепті аллергия беруі де мүмкін. Видеодағы ақпарат пайдалы болған болса, 5 айлық баласы бар достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Лайк басып, комментарий жаза кетуді де ұмытпаңыздар.